Ушап, іздесің бізді компаспен, көзде оңтүстік. Іздесің бізді компаспен, көзде оңтүстік. Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға қайырлы күн. Мінекей Ташкентке жеттік. Лифт промоушн өткізіп жатқан кезекті бокс кеші. Бүгін алғашқы пресс-конференция өтеді. Кейбір салмақтарда, яғни 72-79 келідегі Golden Contract турнирінің жеребьевкалар өтеді. Және де тағы да Қазақстан кәсіпқой бокс комиссиясы мен Өзбекстан кәсіпқой бокс федерациясымен меморандум болады. Ендеше Қазақстан кәсіпқой бокс комиссиясының президенті Арман Момыновтың комиссия президенті ретінде алғашқы іс-сапары көрші мемлекет Өзбекстан астанасы Ташкенттен басталды. Оның Ташкенттегі іс-сапарының мақсаты Өзбекстан кәсіпқой бокс федерациясымен достық қарым-қатынаста меморандумға қол қойып, екі елдің арасындағы қарым-қатынасты нығайту еді. Осылайша ресми түрде Қазақстан кәсіпқой бокс комиссиясы мен Өзбекстан кәсіпқой бокс федерациясы арасында меморандумға қол қойылды. Сәттілік тілей отыра құттықтауымызды білдіреміз. Кәсіпқой бокс комиссиясының президенті Арман Момынов еліміздегі кәсіпқой бокс деңгейін халықаралық деңгейге көтеремін деген сөзі бар еді. Сол сөзін көпке ұзамай іс ретінде дәлелдеп отыр деп қабылдаймыз. Ендеше іске сәт. Қос мемлекет арасындағы меморандумнан кейін ары қарай лифт промоушн өткізіп жатқан бокс кешінің алдындағы пресс-конференция өз бастауын алды. Осы сәтте су жаңа меморандумнан келген Қазақстан кәсіпқой бокс комиссиясының президенті Арман Момыновты да құттықтап үлгерді. Алғашқы қадамдарымыз берекелі болсын. Лифт промоушн промоутерлік компаниясының промоутері Акром бауырымызды Өзбекстан кәсіпқой бокс нарығында өзін өте жоғары деңгейде көрсете бастаған промоутерлер ретінде білеміз. Бұл пресс-конференцияның меморандумнан басқа басты мақсаты 79 келі салмақ дәрежесінде Golden Contract турнирінің қатысушыларын халық пен журналист саласындағы мамандарға таныстыру еді. Боксшылар өздерін таныстыра отыра кәсіпқой боксқа нық қадам басып келе жатқандарын түсінікті қылып айта алды. Және де бұл бокс кешінде әлемнің экс-чемпионы WBO тұжырымы бойынша өзінің белбеуін соңғы жекпе-жегінде әлемнің абсолют чемпионы Инояға жеңіліс тауып чемпиондық атағынан айырылып қалған британиялық Пол Батлерді бұл кеште өнер көрсететін болады. Және де бұл кеште екі белбеуде сарапқа салынады. Бірінде Қарағанды бокс мектебінің түлегі қазақстандық Нұрслан Сабыров өзінің мансабындағы алғашқы чемпиондық белбеуге таласатын болады. Оның қарсыласы Өзбекстандық Азия чемпионы, Азия ойындарының чемпионы және әлем чемпионы Миразизбек Мирзахалилов атанбақ. Одан кейін Golden Contract турнирінің 63,5 келі салмақ дәрежесіндегі ақтық бәсекесі қазақстандық Дилшат Нұрым мен өзбекстандық жақында ғана әлем чемпионатында 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Муджибулла Турсунов арасында болмақ. Ал бұл кездесу барысында WBC тұжырымы бойынша орталық Азия чемпионы атағы сарапқа салынатын болады. Мінекей бүгін салмақ өлшеу рәсімі, Алла қаласа боксшылардың бәрі бүгін салмақ өлшейді, официальный face-to-face өтеді, ертең жекпе-жек. Ертең шаршаланға алғашқы болып көтерілетіндер салмақ өлшеп, қарсыластар бір-бірімен көз түйістірді. Алғашқы болып шаршаланға көтерілетіндер Өзбекстандық Шухрат Абдуллаев пен Тәжікстандық Назириев Садық болмақ. Айтпақшы, Шухрат Абдуллаевқа толығырақ тоқталатын болсақ, 2011 жылғы Азия чемпионы Шухратпен де сөйлесіп, бұл турнирге қатысып жатқан мақсатында білдім. Құрметті боксшылар қауым, бұл Шухрат Абдуллаев, Өзбекстан бұрынғы ұлттық құрама командасының боксшысы, 2011 жылғы Азия чемпионы болған. Абош Атоевтан кейін орнын басып бірінші номер болған боксшы. Біздің Бақтияр Артаев олимпиада чемпионы. Ағамызбен де жолдар түйіскен, белгілі кәсіпқой боксшы Риота Муратын жеңген. Осы турнирде 79 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін болады. Шухрат, осы турнирге қатысып отқандағы өзің мақсатыңды айтып кетсең. Это сел если я два боя выиграл, этот поиск, азиатский поиск. Чемпион. Да, чемпионом стали, если пояс давал. У меня сел этот пояс, потом этот мировой. Арена. Да, арена. Короче, турнирді жеңіп, WBC тұжырымы бойынша Азия чемпионы атануға, да, цель, да? И контракт получить с лифт промоушеном. Да. Өзің осы салмақта кімді тағы да фаворит санайсың? Казахстанский боксер. Миша Каханчик. Да, Михаил Каханчик. Потом өздерің Өзбекстаннан кім бар? У нас Дилшат Розметов есть. Финалист мира, да? Да, он тоже первым номером стал. Сейчас профессионал берется, он тоже.
Ал екінші болып шашаланға көтерілетін қазақстандық Артем Пчеликов пен өзбекстандық Тоджибаев Жамшитбек болмақ. Ал үшінші болып шашалаңда қырғызстандық Батыралиев Әділет пен 2019 жылғы әлем чемпионатының күміс жүлдегері Дилшот Рузметов болмақ. Ал төртінші болып ширек финалды қорытындылайтын Рудный бокс мектебінің түлегі Михаил Каханчик тәжікстандық Жалаладдин Мухаммадиге қарсы бұл турнирдегі өзінің алғашқы кездесуін өткізетін болады. Осы сәттен кейін қос отандасымызды әңгімеге шақырып, аздаған сұрақтарға өз жауабымды алған болатынмын. Тёма, қарсыласың туралы не білесің? За соперника ничего не могу сказать. Мы его не изучали, мы не знали. Мы отрабатывали все возможные комбинации, готовились и покажем красивый бой. Все, давай, сәттілік. Спасибо большое. Сен салмағында бокстасып жатқан қарсыластарың туралы не білесің? Кімдерді танисың арасынан? Всех приветствую. Вообще из нашего гран-при я только знаю одного человека. Финалиста чемпионата мира в Екатеринбурге Рузметов. Узбекистан. Узбекистан. И только его я считаю, что более-менее как соперник. Чем остальные? Чем остальные, да. Расцениваю. А Тёма что? А мы в финале встретимся. Мы в финале с ним встретимся. Там уже решим. Бойға енді жалпы жекпе-жектерге дайындықтар қалай болды? Готовились мы к этому мероприятию 2 месяца. Готовил нас Янов Юрий Анатольевич, наш любимый тренер, драгоценный. Подошли мы идеально, готовы к любому сопернику. Алга Казахстан. Рудныйға пояс алып барасыңдар ма? Да, по-любому он будет вот здесь. 100%. Или вот здесь. Ну, уедет пояс по-любому в Рудный, буду видеть. Казахстан, город Рудный. Арғарай салмақ өлшеу рәсімін ирландиялық Стивен Кернс пен чехиялық Майкл Дафик жалғастырды. Одан кейін басқа салмақ дәрежесінде өтіп жатқан гран-придің жартылай финалдық кездесуінде өнер көрсететін қазақстандық Таиров Берекет пен өзбекстандық Турапов Анварбек арасында көз түйістіріп, бұл бокс кешіндегі орындарын 6-шы жұптан ала білді. Осы сәтте R12 промоутерлік компаниясының промоутері, яғни Берекеттің промоутерін әңгімеге тартқан болатынмын. Қанат Көптілеуов R12 промоутерлік компаниясының промоутері. Қанат, осы жарысқа боксшыларыңды әкеліп отырсыңдар. Нақтырақ өзің ақпаратпен бөліссең. 72-де 2 салмақ дәрежесінде біздің боксшымыз Берекет Таиров өткен жолы декабрь айында осында жекпе-жек өткізген болатын. Ширек финал, яғни қырғызстандық қарсыласын жеңіп, техникалық нокаутпен полуфиналға, жартылай финалға шыққан болатын. Енді осы жолы жартылай финал, бүгін салмаққа өтіп қойдық. Ертең жекпе-жек өзбекстандық Анвар Турапов дейтін қарсылас. Жекпе-жек 7 раундқа созылады, жоспарланған солай. Көреміз, бала тыңғылықты дайын, ең бастысы боевой настройда, қызықты жекпе-жек, даже нокаутта болып қалады деген ойымыз бар. Жалпы боксшыма сеніп отырмын дейсің ғой енді? Толықтай. Мен өз басым 101%-ке сеніп отырмын. Ал осы салмақ дәрежесінде екінші жартылай финалға шыққан боксшылар қос өзбекстандық Кайымов Сухробжон мен Муминов Исламбек арасында өтетін болады. Ал шаршалаңға 8-ші болып көтерілетін боксшылар кубалық Ян Маркес пен панамалық Омир Родригес арасында өтетін болады. Бұл боксшылардың салмағы 69 келі 900 граммда өтеді. Ал кештің басты кездесулерінің тұсауын кесетін Қарағанды бокс мектебінің түлегі жоғарыда айтып өткендей Нұрсұлан Сабыров пен өзбекстандық 2019 жылғы әлем чемпионы Миразизбек Мирзахалилов арасында өтетін болады. Бұл боксшылардың салмағы 53,5 келіде 8 раундқа жоспарланған жекпе-жекте WBA Азия Соуч, яғни Орталық Азия чемпионы атағы сарапқа салынатын болады. Бұл жекпе-жектің супервайзері тұңғыш рет қазақстандық төреші қызылордалық Дінмұхаммед Абайхан болмақ. Осы сәтті пайдалана отыра Дінмұхаммедке де сұрақ қойып үлгердім. Біздің қазақстандық төреші осы жекпе-жекте, яғни WBA тұжырым бойынша чемпиондық жекпе-жекте супервайзерлік қызметті атқаратын болады. Так, Бәке, саған бірінші сұрақ. Бұл жекпе-жекте, яғни WBA тұжырым бойынша белбеу сарапқа салынатын болады ғой. Жекпе-жекке боксшыларды қалай таңдап алынды? Және де бұндай поясқа шығу үшін, например, қалай жігіттер мүмкіндік ала алады? Ертең 16 маусым күні Өзбекстан мемлекеті Ташкент қаласында WBA тұжырымы бойынша Орталық Азия чемпиондық атағы сарапқа салынады. Ол жерде қазақстандық Нұрсұлан Сабыров пен өзбекстандық Миразизбек Мырзахалилов жұдырықтасатын болады. Қазақстандық Нұрсұланның 9 жекпе-жегі бар. Оның 7-еуі жеңіс болса, оның 2-еуі жеңіс. Бұл жерде қазақстандық боксшыға жақсы мүмкіндік беріліп отыр. Ал Мырзахалилов Миразизбек болса, оның 2 ғана жекпе-жегі бар. Бірақ кәсіпқой бокста 2 жеңісі бар.
ал оның әуесқой бокста әлем чемпионы, Азия ойындарының чемпионы және Азия чемпионы болғандықтан мүмкіндік беріліп отыр. Ескеріліп отыр ғой. Әуесқой бокстағы нәтижелер дұрыс па? Әуесқой бокстағы нәтижелер ескеріліп отыр. Және де фейс-то-фейстен кейін Нұрсұланның да пікірін білейін деп шештім. Нұрсұлан, кәсіпқой бокста 10-шы жекпе-жегіңді өткізесің бұйырса. Әлем чемпионы, Азия чемпионы. Өзіңнің осы жекпе-жекке арналған өзің пікірің бар ма? Комментарийің жалпы. Салмақ өлшеуге өттің, молодец, салмақ істедіңдер. Не байқадың қарсыласыңнан? Қарсылас потерін мені көріп, осал қарсылас деп ойлаған. Жаңа фейс-то-фейсті көзінен көріп отыр. Кішкене потеря бар. Ертең шоу көрсетеміз. Бұйырса, Алла қаласа. Осының алдында енді простоя болды, дұрыс па? Дұрыс. Бірақ оның алдында жарыстарға шығып жүрдің, неофициальный жекпе-жектер өткізіп жүрдің, оның өз пайдасын береді ғой. Былай айтқанда, бұл жекпе-жекке өзіңнің былай жоспарың бар ма? Жалпы жекпе-жекке? Жалпы жоспар бар, Алла қаласа. Жоспармен ғана жұмыс істеймін. 4 раунд былай, 2 раунд былай дегендей. Екі этажбен. Әрине. Дұрыс. Болды. Сәттілік, Алла қаласа. Поезд Қарағандыға алып барудың Аллах нәсіп етсін бұйырса. Алла қаласа. Давай. Ал кештің басты кездесуінде Гран-при, яғни Golden контракт турнирінің ақтық бәсекесі, және де чемпион контрактпен қоса WBC тұжырымы бойынша орталық Азия чемпионы атанатын болады. Өзбекстандық Муджибулла Турсунов пен Жаңаөзен мектебінің түлегі Дилшат Нұрым арасындағы кездесу. Бұл кездесу 8 раундқа жоспарланып, 63,5 келі салмақ дәрежесінде өтетін болады. Осы сәтті пайдаланып, жанкүйерлер үшін Дилшаттың да пікірін білдім. Бүгін салмақ өлшеуден өттің. Ертеңгі жекпе-жек алдында соңғы сөзің жанкүйерлерге. Ассалаумалейкум қазақ елі. Аллахтың қалауымен салмақ өлшеуден өттік. Барлығы жақсы, барлығы ойдағыдай. Настрой, иншалла, тек жеңіске жету. Қолдау көрсетіңіздер, ағайын, дұғада болыңыздар. Иншалла қазақтың туын көтереміз. Бұйырса, поезды алып қайтасың Жаңаөзенге. Иншалла. Давай, сәттілік иншалла. Салмақ өлшеу рәсімі аяқталысымен чемпиондық жекпе-жектер, яғни белбеуге таласар кездесулерге байланысты қарсыластар супервайзерлерден жекпе-жектің талаптарымен танысып, бокс қолғаптарын таңдады. Алдымен WBC супервайзері Владимир Лаптев екі жақ командаларын жинап, барлық ережелер мен талаптармен таныстыра отыра, төрешілерге аздаған конвенция өткізді. Одан кейін 53,5 келі салмақ дәрежесіндегі чемпиондық атаққа шығатын боксшыларға да WBA Азия Соуч белбеуінің осы Қазақстан кәсіпқой бокс комиссиясының төрешілері Дінмұхаммед Абайхан мен осы жекпе-жектің реферии Бауыржан Искаков ертең өтетін жекпе-жекке байланысты боксшыларды WBA тұжырымының ережесімен таныстыра отыра, боксшылар және олардың бапкерлеріне қолбақ таңдауға мүмкіндік берді. Боксшылар өздерінің қолбақтарын таңдады. Осы сәттен кейін ертеңгі бұл кездесудің реферии Бауыржан Искаковтан болашақ осы белбеуге таласатын еліміздегі кәсіпқой боксшыларға кішігірім сабақ болсын деген ниетпен маңызды ережелерді айтуын сұрадым. Әлемде 4 версия болса, 4 версияның 4 түрлі правилалар бар негізі. Негізі бұлай правила бірдей болғанмен, бірақ версияға бөлінген кезде нокдаун мысалға айтсақ. 3 нокдауннан тоқтатылатын болады. Бір раундта егерде 3 нокдаун болса, версияда? WBA версиясында. Бір раундтың ішінде 3 нокдаун болса, 3 нокдаун. Жекпе-жек TKO. TKO тоқтатылады, бой автомат түрде бой тоқтатылады. Қалған версияларда? Қалған версияларда бір раундқа мысалға 3 нокдаун болса да тоқтатылмайды, қарамайды бұға. Если боксшының состояниесі ары қарай жалғастыру жақсы болса. Иә, әрине, ол міндетті түрде. Ендеше ертең шашаланға көтерілетін отандастарымызға сәттілік тілей отыра, сіздердің назарларыңызға сұнған осы іс-сапардағы бірінші бөлімді қолдан келгенше қолдап, өз пікірлеріңізді қалдыруыңызды өтінемін. Ертең жекпе-жек Ташкент уақытымен 18:00-де өз бастауын алатын болады. Екінші бөлімде кездескенше отандастарымызға тағы бір мәрте сәттілік және жеңіс тілейміз. Қазақ боксы жасасын.